Қайырлы күн достар, сіздермен Әсел. Менің каналыма қош келдіңіздер. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте оңай хит салат дайындайтын боламыз. Бізге қажет ингредиенттер: картошка 5 штук, жұмыртқа, піскен қияр, қызанақ, тұз және де піскен тауықтың аяғы. Картошканы біз соломка қылдырып турап аламыз, суын сорғытып, майлықтың үстіне қойып, кішкене кептіріп аламыз. Тұз сеуіп, қызып тұрған майға араластыра отырып, қызарғанша қуырып алуымыз қажет. Енді біз тауықтың аяғын, еттерін осылай алып, керек жерін соломка қылдырып тураймыз. Ұзынша қылдырып қой, соломка деген ұзынша қылдырып тураймыз. Осылай тауықты жақсылап турап, бөлек ыдысқа салып аламыз. Ендігі кезекте біз жұмыртқаны да ұзынша қылдырып тураймыз, соломка қылдырып. Бір айта кететін нәрсе, видеоның соңына дейін қараңыздар, бұл өте керемет, дәмді салат шығады. Ең бастысы жеңіл, дайындалуы да жеңіл, хитовой салат. Қиярды да тоже самое ұзынша қылдырып тураймыз. Бүкіл ингредиенттеріміздің бәрі бізде ұзынша болып туралады. Помидорда, қызанақта бір айта кететін жайт, бұның қызанақтың ішіндегі өзегін, етін алып тастаймыз, себебі салатты жинағанда кейінірек суы шықпас үшін. Салатымызды жинаймыз. Ең бірінші піскен тауығымызды саламыз, үстіне майонез саламыз, шым-шым тұз қалауларыңыз бойынша. Одан кейін помидорды саламыз. Тағы да кішкене ғана, майонезді көп жаға бермеңіздер, жұқалап жақсаңыздар жеткілікті. Оның бетіне қиярды саламыз. Тағы да кішкене майонез жағамыз, шым-шым тұз, жұмыртқамызды сеуіп бетіне. Бізде осындай әдемі, видный, прямо сытный, керемет, оңай дайындалатын салат дайын болып шықты. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.